Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Әсем. Бүгін сіздерге ұн қуырдақтың видео рецептісімен бөлісетін боламын. Негізі бұл тағамды әркім әрқалай айтып жатады. Нан қуырдақ дейді, нан палау дейді. Негізі Монғолияда ең көп жасалатын тағамдардың бірі. Монғолияда цуйван деген атпен белгілі. Барлық ингредиенттерін астына жазып қоямын. Видеоның астынан көретін боласыздар. Қандай заттар керек, қанша мөлшерде керек. Қызып тұрған қазанымызға осылай майымызды құйып, керекті мөлшерде етімізді салып, жақсылап жай отта пісіретін боламыз. Жақсылап осылай араластырып алып, етімізді бір 5 минуттай пісіріп, артынша пиязымызды да салып, жай отта 20 минуттай еттің суы шығады, 20 минуттай өз еттің сөлінде пісіріп алыңыздар. Қақпағын жауып, жай отта пісіретін боласыздар. Және де видеоның соңына дейін көріңіздер достар, өте дәмді, дәмі сондай ерекше, әдемі тағамдардың бірі. Және де осылай етіміз пісе береді. Осылай керекті мөлшерде, менде еттің тұзы жоқ етін, тұзын, приправасын керекті мөлшерде приправа қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Приправа, кішкене паприка қосып, қақпағын жауып пісіретін боламын. Ертерек қостым, себебі етке сіңіп, еттің дәмі әдемі болып шығады. Ертерек қосып қойдым тұзын, приправасын. Және де ет бұқтырылып пісіп жатқан кезде біз осылай қамырын елейтін боламыз. Бір жұмыртқаға осылай керекті мөлшерде тұзымызды, суымызды қосып, ұнымызға осылай қосып, жақсылап араластырып, иін қандырып, жақсылап қамыр елеп алатын боламыз. Қандай мөлшерде керек, қандай заттар керек, мөлшерін барлығын астына описаниеге жазып қоятын боламын достар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жақсылап әдемілеп қамырымызды елеп алатын боламыз. Және де айта кетейін, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар. Кешкі асқа әдемі, жақсы осындай дәмді тағам түрлерін, етсіз де жасалатын тағам түрлер, етпен де жасалатын керемет тағам түрлерін шығарып отырамын. Және де менің каналымда плейлист бар, сол жерден көрсеңіздер болады. Және де міне етіміз енді әдемілеп пісті, 20 минут өтті. Қамырымызды елеп қойдық, енді суымызды құйып, керекті мөлшерде суымызды құйып, осылай бір қайнағаннан кейін астын басып, тағы да ары қарай пісіретін боламыз. Және де менде осындай тоңазытқышқа қатырып қойған перецім, тәтті бұрышым бар еді, тәтті бұрыш қостым. Және де осылай жұқалап, ұсақтап, әдемілеп турап, сәбіз қосатын боламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай әдемілеп турап алыңыздар. Және де мен отбасымызда картоп жақсы көретін болғаннан кейін кішкене картоп қостым. Сіздер картоп қосқыларыңыз келмесе, қоспасаңыздар да болады. Және де міне керекті мөлшерде өзіміз картопты жақсы жейтін болғаннан кейін осылай картопты біз көп қосып жейміз. Қоссаңыздар да дәмі әдемі, қоспасаңыздар да өз еркілеріңіз. Картоп қоспасаңыздар да болады. Және де осылай ұзынша етіп әдемілеп турап алып, видеода көріп тұрғандарыңыздай жақсылап осылай турап алып, қосатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай етіміз қайнап жатыр, 15 минуттай өтті. Міне енді осылай картошкамызды салып, тағы 10-15 минут жай отта пісіріп алатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Және де енді пісуге аз уақыт қалғанда картошкамыз, етіміз бір 10-15 минут 15 минуттай қалған кезде осылай тәтті бұрышымызды, перецімізді және де сәбізімізді қосып, осылай жақсылап бір араластырып, жай отта тағы да пісіріп алатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Және енді қамырын дайындайтын боламыз. Осылай қамырымызды жақсылап жайып, әдемілеп жұқалап, видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жасайсыздар. Міне қамырым жұқа болды. Енді осыны жақсылап бөліп алатын боламыз. Жақсылап жұқа қылып, әдемілеп жайып аласыздар видеода көріп тұрғандарыңыздай.
Бұл ұн қуырдақтың ерекшелігі осы қамырында, қамыры кептіріліп сөйтіп туралатын болады, және де бетінде буға пісетін болады. Сонысымен ерекше дәмді бұл ұн қуырдақ. Міне, видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жақсылап, әдемілеп жайып аласыздар. Міне, енді осылай төрт бұрыштап табамызға сиятындай қып, сковородкамызға сиятындай етіп, осылай жақсылап бөліп алатын боласыздар. Және де қызып тұрған табамызға ештеңе жақпаймыз. Осылай асты жабыспайтын сковородкаға осылай екі бетін әдемілеп кептіріп алатын боламыз. Сол кезде қамыры ерекше, әдемі, дәмді, шашырап түсетін болады. Міне, видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай қамырымыздың бәрін осылай екі шетін кептіріп алатын боламыз. Міне, енді осылай жұқалап, әдемілеп турап алдым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жақсылап, әдемілеп турап аласыздар да. Және де үстіне кішкене тағы бір стакан су құйып, бір қайнатып, подливті осылай енді қамырын салатын боламыз. Міне, видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай бетіне бір келке етіп қамырын салып шығамыз. Астын ең төменгі отқа қойып 20 минуттай бұқтырып пісіріп алатын боламыз. Және де 20 минут өткеннен кейін тағы бетін жайлап осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай бір араластырып, тағы да 10 минут пісіріп алыңыздар. Міне, қамырымыз дайын болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, дәмі ерекше болып шықты. Ұн қуырдағымыз. Жасап жеңіздер. Өз пікірлеріңізді комментарийда қалдырыңыздар. Видео рецепті ұнаса, поделиться батырмасын басып, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Өте дәмді, ерекше тағамдардың бірі. Баршаңызға ас болсын.